Астанада ең бірінші Назарбаев зияткерлік мектебі ашылған болатын. Сонда ең бірінші бастауыш мектебінде ағылшын тіл пәні мұғалімі болып жұмысымды бастаған болатын. Менің тәжірибем мынаған болар. Қазақстан бұл вьетнамдықтар үшін жаңа мемлекет. 21 ғасыр дағдылар деп аталатын кітап жақында ғана жарық көрді. Жаңа заман талабына сай біздің оқу бағдарламасын өзгертуге тура келді. Қазақстандық мұғалімдер жаңа аузына шайнап салып беруің керексің, өзі ар жағында жұтатындай. Ағылшын тілінде 4 дағдыға бөлінеді ғой. Тап солай біздер қазақ тілінде де сол дағдыларды жазып шықтық. Баланы біз мектепке жібереміз. Тек ұстаз ғана, мұғалім ғана, класс жетекші ғана жауапты. Бұл бірақ қате пікір. Ұстаз болам десеңіз, мен айтарым, ешқашан өз-өзіңді артқа тартпау керек. Өз бетімен оқу жақсы дағдысы болу керек. Әр кезде өзім ізденісте жүрмін. STEM Академия көп рахмет қолдауларыңызға. Сәлем достар, STEM Академияның подкаст тайм алаңы кезекті шығарылымды бастаймыз. Бүгін бізде қонақта білім саласының майталманы, халықаралық деңгейде тәжірибесі бар маман, Астанадағы Thomas Space School мектебінің директоры Бейсенғалиев Нұрболат Романұлы. Қош келдіңіз. Қош көрдік, сәлеметсіз бе? Алдымен уақыт тауып келгеніңіз үшін сізге рахмет айтамыз. Бүгін бір енді ерекше бір әңгіме болатын, бір мағыналы сөздер айтылатын подкаст болады деп үміттенеміз. Енді менің мындай бір әдетім бар. Алдымен келген қонақпен танысып аламын жақсылап. Енді өзіңізбен танысып алсақ, қай жақтың тумасысыз, қайда өстіңіз, қайда оқытыңыз, немен айналысасыз? Мен Орал қаласының тумасымын. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында дүниеге келдім. Мектепті сол жақта бітірдім. Университет пединститут біздегі бұрынғы қазіргі Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. Онда басында оқып, содан Евразиялық академия деген академиядан бітіріп шыққан болатым. Жекеменшік университетте жаңа екі шет тілі, ағылшын және неміс тілі мұғалімі. Оны бітіріп, ар жағында кішкене жұмыс жасап, Орал қаласында бір 6 ай ма 7 ай жергілікті колледжде жұмыс істеп, содан Астана ауысқан болатын. Астанада ең бірінші Назарбаев зияткерлік мектебі ашылған болатын, ескі ғимаратта. Сонда ең бірінші бастауыш мектебінде ағылшын тіл пәні мұғалімі болып жұмысымды бастаған болатын Астана қаласында. Сол жерде 8 жыл жарымдай жұмыс істеп, Назарбаев зияткерлік мектептер жүйесінде қарапайым жаңағы ұстаздан, мұғалімнен мектеп директорының орынбасары рөлінде де жұмыс істеп көрдім. Содан 9 жылдай жұмыс істеп, өзімді сынап қарайын дегем. Енді болашақ мемлекеттік бағдарламаның түлегі болғасын, магистратураны Ұлыбританияның Queen's University Belfast'тан бітіріп, өзімді сынап қарап дегенде енді бір 10 жылдай тәжірибем болғасын, шетелге асайын деп, өзімді сынап қарайын деп, бізде енді өзіңіз білесіз, Назарбаев зияткерлік мектептер жүйесінде шетелден келген азаматтар, ұстаздар көп болатын. 300-ге жуықтай ұстаз болатын. Олармен бірге қоян-қолтық жұмыс істеп, бір қатарлас болып, бір пәнді беріп, бір топтарды бөлісіп, сыныптарды бөлісіп, солай сабақ беріп үйренген болатынбыз, көп үйренген болатынбыз олардан. Көргеніміз бар дегендей, білгеніміз бар. Содан өзім ойлайтын, неге біз өзіміз шетел асып жұмыс істеп қарамауға деп. Содан интервью өтіп, резюмем тапсырып әртүрлі жерлерге. Содан Вьетнам мемлекетінен бір шыққан болатын. Ол жерде енді ұстаздық рөлде іздеген болатын. Ұстаз болам деп, ағылшын тілі және глобалдық жаһандық перспективалар деген бағдарлама бар, Кембридж бағдарламасында. Сол бойынша бірінші собеседование, интервью өтіп, мұғалімдікке өткен болатын. Ол қызық болатын. Мұғалімдікке өтіп тұрып, олар маған айтады, резюменді қарадық, түйіндеменді. Бізге қызық, сіз мүмкін бізде айтады ғой, зав кафедра, head of department керек, бір бөлімді басқаратын, кафедраны басқаратын, бізге ұстаз керек, несі бар, тәжірибесі бар деген. Меңгеруші ретінде, бөлімнің меңгерушісі ретінде шақырған болатын. Одан екінші интервью өтіп, сол мектептің директорымен өткен. Енді ол жүйе үлкен, 45 мектебі бар сол кезде, 38 мың оқушысы, 4 мыңнан жуық мұғалімдер, ұстаздары, директорлері бар дегендей, басшылары бар. Үлкен мектеп жүйесі, Вьетнамның Винскул деген үлкен жекеменшік мектептер жүйесі. Жалпы 30% нарықталады, жекеменшік мектептердің нарығын алады Вьетнамда. Солар маған әрі меңгерушінің рөлінен маған айтады, енді сенің кезегін, соңғы бір интервью немен болады, басқарма төрайыммен болады.
сонымен өтесің, себебі бізде тағы да мектептің орынбасарын іздеп жатырмыз, директордың орынбасары, халықаралық бағдарлама жүргізе алатын деп. Содан өзім қызықтым, көрейін деп, енді мына мұғалімдік рөл бар, меңгерушінің контрактісі жұмысы бар, енді қолдағыны мен айтамын ғой, қолдағы бар нәрсе кетіп қалмай ма, өте алмай қалсам үшінші кезең деп. Жоқ, енді кем дегенде мұғалім меңгеруші боласы деп. Содан өзім сынап қарайын деп, бір 2 жұма ма өткеннен кейін ол кісі мені интервьюге шақырған болатын онлайн. Ол кезде онлайн өтіп, сол зумға сілтеме жіберіп, одан шығып, өзімді дайындап, енді бар ағылшын тілінде өткізіп, оларда ол жақтан да 1-2 сағатта интервью болған болар. Қандай бағдарлама білем, қандай білім жүйесінде қандай жаңалықтарды білем, педагогик технологиялар қандай жобаларды іске асыруге болады. Енді Қазақстан вьетнамдықтар үшін жаңа мемлекет, естімеген, көрмеген, оларға қызық. Сондықтан менің тәжірибем ұнаған болар. Маған айтты, бір мектеп бар, Хошимин, 10 миллион халық тұратын қалада, бастауыш мектепте Кембридждің мектеп директорының орынбасары керек. Өзінің мұғалімдерім болады, өзінің 20-25 мұғалім болады, оған қоса 500-дей оқушым болады. Кембридж бағдарламасында ағылшын тілінде таза сол бағдарламаны оқиды деп, содан бастаған болатын, мектептің директоры болып. Одан 4 жылдың ішінде мектептің директоры болдым, сол мектепте қалдым. Ол мектепті енді контингент деді ғой, 3,5 мың баласы бар, сол мектепте мектептің директоры болдым. Одан кейін мені 1 жылдан кейін өздері ішінен вьетнамдықтар жақсы көреді 2 лауазымды беруге. Содан маған айтты, сен Ханойға көшесің, Ханойда бізде үлкен жоба тұр, халықаралық аккредитацияны өткізу, аккредитацияны өткізу мектептерді. Бізде әртүрлі ұйымдар бар ғой, халықаралық деңгейде, Council of International Schools дейді, Совет международных школ, халықаралық ұйым. Одан кейін УАСК деген бар, әртүрлі ұйымдар бар. Соның біреуін таңдаған болатын, олар CIS, халықаралық аккредитация, халықаралық мектептер ұйымы деп аталады, өзі енді аудармасы таза, ағылшыннан қазақша аударсақ. Сол ұйымның координаторы, директор департаменті болып өзіңіз басқарыңыз деп, 45 мектепті халықаралық деңгейге дайындау керек, вьетнамдық жекеменшік мектепті. Енді бірінші менің ісім, сол жобам 12 мектепті халықаралық аккредитацияны өткізу болды. Сол 2 лауазымда жүрдім, 1,5 жылдай. Содан ол халықаралық аккредитация лауазым тапсырып, мектептің директоры болып қалдым сол жерде. Біз енді шетел дейміз, былай қарасаңыз, шетелде де біздің қазақтың осындай мамандарына қызығатын оқиғалар болады дейсіз, олай айтқан кезде сіздің түсінікті осы күнгі тәжірибеңіз, осы күнгі мансабыңыз үлкен осындай бір жолдардан өтумен қалыптасқанына, және бүгін біз сізді бір қонақ ретінде шақырып отырғанымыздың да бір үлкен себебі бар. Оған көрермен көріп отырса, ортамызда тұрған 21 ғасыр дағдылар деп аталатын кітап жақында ғана жарық көрді. Және бұның бір авторы сіз болсаңыз, бір авторы әлем мойындаған Ленс Кинг екен. Енді осы туралы бүгін толығырақ сөйлессек, бұл жалпы қандай кітап, енді қысқа нұсқа, бірінші содан бастасаңыз. Бұл негізгі кітап, біз енді қалай айтайын, 2016 жылдан бастап өзіміздің бағдарламамызды жаңартқан болатынбыз. Орта білім, бастауыш, орта, жоғары сынып, мектептің деңгейіне дейінде білім жүйесін біз жаңартылған бағдарламаны қолданып келеміз 2016-тан бастап. Оған дейін өзіңіз білесіз, ескі жүйемен жүріп қалған, білу, түсіну, қолдану деген тек ескі бағдарламамен қолдана жүріп, оны жаңарта, жаңа кітаптар шығарып, соны қосымша бір енді жаңа заман талабына сай мынау біздің оқу бағдарламасын өзгертуге тура келді министрлікке. Ол кезде енді білім және ғылым министрлігі ғой, қазір оқу ағарту министрлігі дейді. Сол кезде 2016-да жаңартылған бағдарлама шығады. Яғни бұл жаңартылған бағдарлама бойынша әр ұстаз, әр мектептің ұстазы, директоры біліктілікке, дағдыға бағытталған білім жүйесін құру. Яғни жалғыз жаттанды емес, біздің мысалға өзім кезінде мектепте оқығанда біздер әйтеуір жаттап, түсініп, барып айтып бересің, сол ұстаз апайға, ағайға барып, енді 5-ді, 4-ді аласың деген дейді. Бұл жерде білім тек қана білімді ала қоймай, сонымен қатар сол білімді мен қалай қолданам деген. Яғни PISA бар ғой, халықаралық сараптама, емтихан дегенде,
9 сыныптың оқушылары тапсыратын біздің Қазақстанда. Соған зерттей келе жаңа біздің ескі бағдарламамыз жаңа заман талабына сай бағдарлама сәйкес келмейді, халықаралық бағдарлама. Сондықтан біз өзі ел болып жаңа бағдарламаны енгізген болатынбыз мемлекетте. Жаңа қанша жүз мыңдап ұстаздарды оқыттық, 3 деңгейлік курстар бар. Одан әрі әр пәннің өзінің бір курстарын өткізген боласың, біліктілікті арттыру курстарын. Яғни бізде елде мысалы 3,5 миллион оқушы болса, қазір оны 400 мыңға жуық жаңа оқытушысы, мұғалімдері бар, ұстаздары бар дегендей. Ол мектепке дейінгі даярлық бар, бастауыш, орта, жоғары сыныптың мұғалімдерін барлығын мемлекет ақша бөліп, қаражат бөліп оқытқан болатын. Сол қазіргі Қазақстандағы 21 ғасыр дағдыларын неге мен өзім жаңа Ленс Кинг деген үлкен жаңа сіз айтып отқандай ұстаз, ағартушы халықаралық деңгейдегі, мен ол кісімен 2018-де кездескен болатым. Сол Вьетнамға ауысқанда жұмысқа, сол жерде бұл кісі яғни Вьетнам мемлекеті дағдыларды енгізу бастады өзінің мектеп жүйесіне. Яғни бізде олардың бағдарламасында доктринасына, мемлекеттік доктринасына, яғни қандай біз оқушыны, вьетнамдық оқушыны дайындаймыз. Яғни құндылықтар қандай болады ол оқушыда. Құндылықтармен қоса қандай дағдыларды ол игеріп, біліп шығу керек мектеп табалдырығынан аттап, мектепті бітіріп, 12 сынып, 12 жылдық жүйе болғандықтан 12 сыныпты аяқтап, әрі қарай қандай біз оқушыны, маманды дайындаймыз университетке, немесе қандай ол маман болады дегендей болашақта. Сол бойынша бұл кісі консультант болатын жаңа мемлекеттік және жекеменшік мектептерге. Жаңа Ленс Кинг деген үлкен ұстаз, ғұлама адам деуге болады. Соның еңбегін мен көріп, өзім сол жерде танысып, оның еңбегі жаңа вьетнам тілінде аударылған болатын. Өзіңіз барып таныстыңыз ба сонда? Өзім барып танысқанда ол бізді оқытқан болатын, мектепке келіп, бізге оқытып, дәріс оқып, 1 ай бойы, 2 ай бойы сол мектебімізде қасымызда жүріп, мына бағдарламаны енгізген болатын. Өзіңіздің де ұстазыңыз? Иә, өзімнің ұстазым ғой былай айтқанда. Сонымен елге оралып 22 жылы мен енді неге бұның жаңа сіз сұрап отырсыз ғой себебін, неге мен Қазақстанға бұл жаңа педтехнология дейді ғой, бұл педидеяны, педтехнологияны мен неге шетелден алып келдім дегендей. Ленс Кинг мырзаны тартып Қазақстанға біріншіден сол жерде көргенім Вьетнамда. Ол жерде енді былай айтқанда бір жаңа бір нәрсені таппайды, өздері шығар. Бар нәрсені алып келіп, соны жергілікті мектепке, жергілікті білім жүйесіне бейімдеу. Яғни адаптация дейді ғой, өткізіп, барлығын жаңа стандарттарға сай жазу. Бұл кісі көмектескен болатын жаңа Вьетнам мемлекетіне. Одан мен 22 жылы елге қайтқанда, контрактым бітіп, аяқтап, енді елге қайтатын уақыт болды деп өзім шештім. Сосын 22 жыл қайтқанда жекеменшік мектепке жұмысқа тұрдым. Осы қыркүйек айынан бастап 2022-де жұмысқа тұрып, сол жерде мен мұғалімдермен, өзімнің енді мектебімнің мұғалімдермен кездесе бастадым. Сабақтарын көріп, жоспарлауын көріп, енді өзім 2016-тан бері былай айтқанда жаңартылған бағдарламаны енгізіп жатқан естимде, өзім көзбен көрмеген маманмын ғой, былай айтқанда 4 жыл мен Қазақстанда болған жоқпын өз басым. Содан көріп, өзім бір ойға келдім. Көп кітаптар бар бізде. Қазақстанның әртүрлі баспаларынан шығып жатқан жаңа кітаптар бар, оқулықтар ғой, былай айтқанда математика, физика, химия, биология, бүкіл пәндерден қанша пән бар, сол әр пәннің өзінің оқулықтары бар. Бірақ та ол жерде сұрақтар, мысалға тексттер, мәтіндер, тапсырмалар өте қысқа. Мәтінді талдау керек, мәтінге зерттеу жұмысын жүргізу керек, бір сұрақты зерттеу керек, талдау керек, салыстыру керек. Содан қарадым, балалар көбінесе оқушыларымыз өте қиналады, дағдылары жоқ. Оқу дағдылары, сыни тұрғыдан ойлау, бір мәселені шешу дағдылары, немесе коммуникативтік дағдылар, топта мысалға жұмыс береді мұғалімдер. Енді мұғалімдерді оқытты, жаңа айтқандай, басында айтқандай, 100 мыңдап мұғалімдерді оқыттық, қаражат құйды үкімет, біліктілікті арттыру курстарын жаңартты. Бірақ та әрі де сол жерде көрген бір сурет, жаңа бейне, біздің оқушыларымыз қиналады, дағдылары жоқ. Яғни кітап құр берілген оқулықтар, ол оқулықтарға жаңа айтады ғой, методикалық бір пособие, жаңа өзі әдіскерлік құралдары жоқ. Жаңа сол кітапты қалай қолданамыз,
сол жердегі тапсырманы қалай енгіземіз деген. Біздің мұғалімдер үйренген, енді қазақстандық мұғалімдер жаңа аузына шайнап салып беруің керексің, өзі ар жағында жұтатындай дәрежеде болу керек. Бірақ біздің ұстазбен, мысалы халықаралық мектептердегі жұмыс істейтін ұстаздармен салыстыруға болмайды. Мен оны жамандамаймын, біздің қазақстандық ұстаздар жаман білмейді деп. Біздің қазақстандық ұстаз ол үйренеді, біледі, білуге тырысады, көздері жанып тұрған ұстаздар бізде. Бірақ та енді қараңыз, реформа Ұлыбританияда 30 жылдан астам жүрді. Сол дәрежеге жету үшін жаңа оқушылар өз бетімен оқу, өз бетімен жаңа информацияны, мәліметті табу, талдау, оны зерттеу, бір айтады ғой, бір продукт шығару дегендей, бір нәтиже шығару үшін оқушы өзі талпынады. Жаңа тәуелсіз жұмыс істейді, өз бетімен оқиды. Оған біз 30 жылдай жұмыс істеді, мысалы Ұлыбританияның мектеп жүйесі. Біз 2016-тан енгіздік, енді бірден нәтиже болмайды ғой. Ол 10 жылда өте ме, 15-20 жыл өте ме, бір уақыт керек. Сондықтан мен Ленс Кинг мырзаға хат жаздым. Хат жазып айттым, осы оқулықты біз Қазақстанға алып келсек екен. Қазақтың жаңа қара домалақ балаларына қазақша, орыс тілінде жетсе, 3,5 миллион оқушыға сол жаңа оқу құралы болады, жаңа дағдыларды қалай дамыту. Кітап 3 миллион, жаңа 3,5 миллион оқушыға жете ма? Жетеді, таралады. Енді біз өзіміз эксперимент ретінде, пилоттық жоба ретінде өз мектебінен бастаған болатын, өткен жылдан сабағын беріп, әр кітаптың, мысалы, енді ағылшын түпнұсқасы болды. Енді кітапты басында жаңа 2022-де мен мектепке келгеннен мектептің жаңа білім саласын, өзіміздің білім саласын, мемлекеттік білім саласын көргеннен кейін өзім түсіне бастадым. Яғни бізге оқу құралы керек, көмек ретінде. Тек қана біздің Қазақстанда оқулықтар емес, сонымен қатар дағдылар дамытатын, 21 ғасыр дағдылар. Яғни біздің оқушы еркін болу керек. Информация, ақпарат біздің ғаламторда өте көп. Яғни бұрында, мысалы, біз оққанда, сізбен біз оққанда, мүмкін сіз менен жастаусыз. Менің кезімде, мысалы, біз оққанда, біз ойлайтынбыз, тек мұғалім барын біледі, математиканы, тарихты, тілді тек мұғалім біледі. Сол мұғалім тек айтады ғой, бір адам біледі, сол бір адамнан тыңдаймыз, сол бір адамнан ақпарат аламыз. Сол не айтса, сол дұрыс. Сол не айтса, яғни мұғалім ұстаз не айтса, сол дұрыс деп ойлаймыз. Қазір енді информация жаңа ИКТ-ның дамыған заманы, қазір ақпараттық коммуникативтік технологиялар бар. Жаңа айтып жатыр, жасанды интеллект деп жатырмыз, әртүрлі ақпарат бар, әртүрлі тілде, қазақ тілінде, орыс тілінде, ағылшын, француз, неміс тілінде. Яғни біздер балаларға, өзіміздің оқушыларымызға бір шектеу қоймауымыз керек. Сондықтан олар ақпаратты игеруге, өңдеуге дағдылары болу керек. Сыни тұрғыдан ойлау. Мысалы, мен мәтінді қазақша бір неден алсам, мысалы, Егемен Қазақстан газетінен алайын да, бір негізгі ақпарат көздерінен алайын, қазақстандық, Ресейдің бір ақпарат көзінен алайын, шетелдік бір ақпарат көзінен алайын, оны мен өңдей білуім керекпін. Яғни қазіргі ұстаз, оның рөлі фасилитатор. Яғни бұл адам оқу процесін, оқу үдерісін жеңілдететін адам деп түсіну керек. Ол шетелде ондай қалыптасқан, яғни сіз классқа кіресіз, мысалы, сол Вьетнам мемлекетінде бір класста 70 оқушы оқиды. Қазір бізге 70 оқушыны классқа, қазақстандық мектепке кіргізіп қараңыз, қандай ушу дау болады, ой, бала көп саны. Бірақ ол жерде 60-70 бала ол норма болып есептеледі. Біз 40 баланың өзін 40 баланың өзін көп деп санаймыз, Ол жерде мысалға тәртіп, сана сезімдері сол оқуға дағдыланған. Себебі жаңа айтқандай мемлекеттік доктринада жазылған, қандай біз орта мемлекеттік оқушыны дайындаймыз, айтады ғой, средний ученик орысша айтқанда, бір өзіміздің жаңа вьетнамдық оқушының деңгейін қалай дайындаймыз деген сондай оларда сұрақ туындады. Мен де ойладым, Қазақстанға келгенде біздің оқушы қандай дағдылары болу керек 21 ғасыр. Яғни сыни тұрғыдан ойлау, зерттеу, талдау, өзара бір қарым-қатынас жасай алатын, социумда жаңа әлеуметтік желіде қалай өзін ұстай алатын, ортада қалай ұстау керек, оқу дағдылары болу керек. Себебі көп нәрсе бізде қалған деп есептеймін өзім. Сондықтан осы неге жобаға келдім де айттым Ленс Кинг мырзаға, біз осы кітапты бейімдеп жергілікті біздің контекстке. Себебі мен түсінем, ол әртүрлі 40 түрлі мемлекетте жұмыс істеген адам, 300 мыңдай оқушыны оқытқан әлем бойынша.
мен айтамын, енді біздің оқушы, қазақстандық оқушы, ол кішкене басқаша. Енді біз сізге бір сұрақ қояйыншы. Енді айтып отырсыз ғой, мысалға оқушыда дағдылар болу керек, жаңағы сыни ойлау деген сияқты, түрлі еркіндік деген сияқты. Енді мынау біздің қоғамда білесіз, бұл шетелмен салыстыруға келмейді. Бізде өзіміздің менталитет бар, өзіміздің тәрбие бар. Мынау балаларды балабақшада даярлықта алатын мысалға жүйелер бар. Бұл дағдыларды балалар іліп алып кете ала ма, үйреніп кете ала ма? Жалпы біздің Қазақстан қоғамына бұны сіңіріп жіберу мүмкін нәрсе ме негізі? Негізі енді бір мемлекетте емес, бұл методиканы жаңағы әдіс тәсілді бүкіл IB мектептер қолданады. Халықаралық бакалавриат деді ғой, IB мектептері 6000 мектеп. Ол 6000 мектеп жалғыз бір мемлекетте емес, 120 мемлекетте орналасқан. Одан әрі жаңа Ленс Кинг мырзамыз, профессорымыз, бұл кісі 40 түрлі мемлекетте жұмыс жасаған адам. Әртүрлі мемлекеттік мектептер болсын, жекеменшік мектептерде болсын, дәріс оқып, жаңа үйретіп, бұл әдіс құралды алып келіп сол мемлекеттерге енгізген болатын. Мен айттым, бізге де енгізуге болады. Біздің де оқушы, қазақтың орта, жаңа өзіміздің оқушымыз, ол ауыл болсын, аудан болсын, қала болсын, облыс орталығы болсын, ол оқи алады. Егер жеткілікті тілде түсіндірсек, қазақ тілінде, не орыс тілінде, бұл ағылшын тілінде техникалық тіл ғой, оны аудару керек. Бірінші мәселе, ол жаттығуларды бейімдеу керек. Біздің мемлекеттік бағдарламаға. Мемлекеттік бағдарламада қандай, негізі мемлекеттік бағдарлама өте жақсы жазылған бізде. Ол жерде мысалы қандай дағдыларды біз бастауыш сыныпта қолдануымыз керек, дамытуымыз керек. Әр ұстаз қандай дағдыларды, ол жерде кәдімгі жазылған. Сыни тұрғыдан ойлау, өзара қарым-қатынас жасау, мәселелерді шешу, шығармашылық жаңағы ойлау деген бар, дамыту. Сосын ол жерде ақпараттық коммуникативті технологияларды қолдану, зерттеу дағдылары, талдау дағдылары, бір 6-7 дағды сол жерде жазылған. Ол бастауыш сыныпта, орта және жоғары сыныптарда, бағдарламада, ГОСУ-да бізде жазылған жақсы. Бірақ менің ойым болды сол кезде, біз оны көрнекі түрде көрсете аламыз ба? Яғни кітаптарда жаттығулар жазылған, бірақ дағдылардың аты аталмаған. Мен ойладым, егер қазақ тілінде, мысалға бізде бұрында ағылшын тілінде 4 дағдыға бөлінеді ғой. Оқылым, сөйлеу, жазылым, айтылым деген бар, 4 дағдыны мысалы біз дамытамыз ағылшын тілінде. Тап солай біздер қазақ тілінде де сол дағдыларды жазып шықтық. Мысалға мәтіннің әртүрлі жанрлары бар, әртүрлі стильдері бар. Оны мәтіннің талдаудың бірнеше әдіс тәсілдері бар. Сол кітапта тек бір тәсілін қолданады. Мысалы біздің оқулықта, бұл оқулықтарда бірнеше тәсілі бар. 10 шақты тәсілмен мысалға мәтінді оқып, мәтінді түсіну бар. Мысалға біз тек қана жаңа мәтінді оқып, бір кітапта, оқулықта бір әдіс тәсілін берсе, бұл кітапта жаңа бір оқу құралында бірнеше әдіс тәсілі бар. Және оны мәтінді түсініп оқу бар, мәтінді талдау бар, мәтіннің жанры бар. Сосын мәтінде мысалы мәдениет аралық қарым-қатынас деген бар. Мысалы ол қазақтың аңыздарын оқисыз ба, ертегілерін оқисыз ба, немесе орыстың ертегілерін оқимыз ба, немесе ағылшын, жаңа француздардың ертегілері. Ол жерде мәдениет аралық қарым-қатынас бар. Соны оқушы түсіну керек мысалға, Оны жаңа функционалдық сауаттылықты дамыту үшін ғой. Осы кітапты біз адаптация жасап, біздің қазақстандық контекстке жазып шыққан болатынбыз. Қазақша, орысша. Негізгі түпнұсқасы ағылшын тілінде жазылды. Біздер Ленс Кинг мырзамен 9 айдай жұмыс істедік онлайн жүйесінде. Енді ол кісі Новозеландияда, мен Қазақстанда, сағат айырмашылығы қателеспесем 8 ба 9 сағат ол кезде. Мен таңертең ерте шығам, ол кісі түстен кейін шығады. Басқа құрлық қой енді. Басқа құрлық, басқа жер. Сондықтан жаңа біздің оқу бағдарламаны мен ағылшын тілінде бар материалды ол кісіге жіберіп, жоқ нәрсені өзім аударып, қазақша, орысшадан аударып, ол кісіге күнде былай жұмасына бір рет шығып талдау жасайтынбыз. Қандай біз жаттығуларды аламыз, қандай әдіс тәсілдерді аламыз. Себебі сіз айтқандай мүмкін бір әдіс тәсіл бізге келеді, біреу келмеуі мүмкін. Сондықтан адаптация, бұл негізі бейімдеу жағынан көп біз жұмыс жасаған болатынбыз. Бір 8-9 айдай, бір оқу жылындай біз жұмсадық уақыт. Жалпы жерде тек балаларға ғана емес, жаңағы мұғалімдер ғана емес, бұл оқулықтың түсінікті тілде жазыла білуіне де байланысты. Бұның ішіндегі аударманың да мысалы өте сапалы болуына, қоғамға былай қабылдауына жеңіл болуына байланысты деп отырсыз ғой, бір сөзбен айтқан кезде. Бұның аудармасымен кім айналысты? Аудармасымен мен айналысқан жоқпын, шыны керек айтайын. Арман ПВ деген баспа бар. Негізі бұл баспа 20 жылдан астам осы Қазақстан мемлекетіне өзімізге оқулықтар шығарады.
қазақ тілінде, орыс тілінде, әртүрлі пәндерден. Сол мен сол кісілерге жолыққан болатын. Жаңа хат жазып, мен келейін, сендерге ағылшын тілінде көрсетейін, презентациясын көрсетейін, бір оқулық бар, білім саласын, біздің білім саласын күшейтетін оқу құралы бар деп. Келісті ғой, келісіп, сол жерде Дидар Сұлтанқызымен кездесіп, бір әңгіме құрып, сол жерде 1-2 сағаттай пікірталас болып, әңгімелесіп, презентациямды көрсетіп, ағылшын тілінде кітабымды көрсетіп, авторды көрсетіп, сол жерде ол кісі қызыққан болатын. Енді ол жерде инновация ғой. Қазіргі біздің оқулықтан көріп, плюс еще қандай оқу құралы болады деп. Енді сөзіңізді бөлейінші, бізде білесіз, мектепте ана тіл деген бар, қазақ тілі, математика, физика, түрлі қазір енді мектеп бағдарламасында пәндер бар. Солармен салыстырған кезде, мысалға, осы жаңа форматтағы осындай, мысалға, жаңа заманның бір жетістіктері деп айтамыз ғой, енді былай қараған кезде бәрібір де бір артықшылығы бар ма? Енді ол бізге белгілі, жаңа өзіңіз айтып жатсыз, мен оқыған, сіз оқыған ол пәндер ол енді баяғыдан бері қолданыста келе жатыр. Ал бұл жаңа формат, енді бәрібір де айырмашылық бар ма? Өйткені заман өзгеріп жатыр, адам өзгеріп жатыр деген сияқты. Айырмашылық бар. Бұл кітап, яғни бұл оқу құралы бірде-бір пәнге, яғни бұл физиканы оқытатын, ағылшын тілі, қазақ тілі, не ана тілі, математика оқытатын құрал емес. Бұл яғни жалпы пәнаралық қарым-қатынасқа сай келеді. Яғни бұл кітап дағдылар дамытады. Яғни сыни тұрғыдан ойлау әр пәнде бар. Ол тілдік пән болса, гуманитарлық пәндер бар, математика, физика, химия, биологияда да бар, мысалы, тілдік пәндер. Тілдік дағды деген бар. Тілдік дағдыны қолдану бар. Мысалы, математикада немесе физикада біздер зерттеу жұмыстарын жасаймыз, немесе жазбаша жұмыс болады. Сол жазбаша жұмысты қалай дамытуға болады? Яғни жазбаны, дағдысын. Одан әрі мысалға тілдік дағдыларды қалай? Зерттеу әр пәнде бар. Яғни бұл барлық біздің пәндерге қолданады. Тек қана мысалға бір пәнінге емес, сонымен қатар жаңа 10-12 пән бар ма? Сол 10-12 пәнде қолдануға болатын дағдылар. Бұл енді халықаралық негізгі орта мектеп бәріне бірдей бағдарламасына сай келе бере ме? Сай келеді. Негізден бұл бағдарламаны Кембридж мектептерінде де қолданады, IB мектептерінде, халықаралық мектептерде қолданады. Сонымен қатар мен ойлағам, сол біздің мемлекетке алып келсек, бұл жобаны, бұл жүйені, яғни пет технология дейді ғой, пет технологияны алып келіп, аударып, адаптация өткізіп, біздің жергілікті контекстке байланысты қазақ тілді қоғамға, орыс тілді қоғамға жеткізсек, ұстаздарға, бұл жақсы оқу құралы болады деп есептеймін өзім. Жақсы. Түсінікті. Енді бағана өзім де бір кішкене оқып танысқам. Енді бұның 3 түрлі нұсқасы бар екен. Біреуі нұсқаулық дедіңіз, одан кейін тағы да не? Бұл нұсқаулық, яғни ұстаздарға арналған. Қалай қолдану керек екен? Нұсқаулықта жазылған Қазақстандағы 21 ғасыр дағдыларын оқыту. Бұл жерде мысалға біз түсініктеме береміз. Мысалға осы дағдыларды, әр дағдыны, әр жаттығуды, әр тапсырманы қалай қолдануға болады? Біреу ұстаздарға, екі оқушыларға. Бұл ұстаздарға, мынау оқушылар мен жаңағы ұстаздарға. Ата-аналар да қолданады. Яғни біздің прогрессивті ата-аналар бар ғой үйде. Олар мысалы дағдыларын дамытқылары келеді, өз бетімен оқу. Мысалы бұрынғыдай таяқтың астында, шоқтың астында отырып оқыту емес, қазіргі балаларды оқытуға болады. Осындай жаңа форматқа деген ата-аналардың көзқарасы қалай? Біздің елдегі ата-аналар дұрыс қабылдайды ма? Дұрыс қарай ма? Мен ойлаймын, қабылдайды деп, себебі қазіргі енді жекеменшік мектеп емес, тек қана біздің мемлекеттік мектептегі ата-аналарда оқуға деген өзінің бір талпынысы бар. Алып жатқан ата-аналар бар ма? Сұрап жатқан ата-аналар көп. Осы Ленс Кинг осы жақын арада келеді Қазақстанға. Өзі бір сессия жүргізеді, ата-аналарға арнап бір сессия жүргізеді. Осы дағдыларды біз үйде қалай дамытамыз? Яғни білесіз ғой, білім тек біз ойлаймыз, баланы біз мектепке жібереміз, мемлекеттік мектеп болсын, жекеменшік болсын, біз мектепке жібереміз, тек ұстаз ғана, мұғалім ғана, класс жетекші ғана жауапты білімге деген. Бұл бірақ қате пікір. Егер халықаралық мектептерге қарасаңыз, егер басқа жүйелерге қарасаңыз, ата-ананың рөлі өте зор. Яғни ата-ана оқу процесіне араласу керек. Ол классқа күнделікті келу емес, мектепке келіп, үйде мысалға келеді, қадағалау керек. Балам не оқып жатыр, қандай жұмысы берілді, қандай тапсырма, көмек керек пе? Әсіресе бастауыш мектепте. Көп айтады, мен жекеменшік мектепке бердім, мемлекеттік мектепке бердім, мен бағдарламаны түсінбеймін, үй жұмысын қарамайым, бала өзімен өзі
жайымен қалады. Иә, мен түсінемін, ата аналардың мүмкін қолы босамай жатқан бар жұмыстан таңнан кешке дейін, иә. Бірақ та жұмасына 1 рет, 2 рет, 3 рет болсын, енді өздері уақыт арнап, мысалы осы оқу құралын, методичканы қолданса, оқып шықса, бір оқып шықса түсінеді. Мына кітапты, яғни оқу құралын, жұмыс кітабын қалай үйде де қолдануға болатын. Бұл жерде енді сыни ойлай білу ата-аналарға да қажет дейсіз ғой. Мысалға мектепте не үйреніп жатыр, балам не істеп жүр деген нәрсені бір ата-ана да бір сәт ойланып қойып. Себебі екі жақты, бала ол мемлекеттік, бәрі ойлайды мемлекеттік мектептікі не жекеменшік мектептікі деп. Мысалы мен мектеп директорымын, менде 600 бала оқиды, 600 бала менің оқушыларым ғой, былай айтқанда. Бірақ ол оқушылар енді 600 баланың 600 ата-анасы бар. 1200-дей әке шешесі бар дегендей үйде. Олар да араласу керек оқуға. Олар араласпаса екі жақты болу керек. Яғни екі жақты байланыс болу керек. Біз кері байланыс жібереміз үйге. Ол кері байланысты алып келеді бала. Түсінді ме, түсінбеді ме? Бастауыш сыныпта өте маңызды ата-ананың рөлі. Оны қайталау бар, сабақты, үй жұмысын жасау бар, қадағалау бар. Үйге тапсырма беріледі. Яғни үйге тапсырма бермейді, болмайды деген ол қате пікір. Үйде қайталау керек, жаттаулары бар, оқитын мәтіндері бар, шығаратын есептері бар. Әр ата-ана өзі қадағалау керек балаларын. Көп ойлайды, мен аутсорсқа беріп қойдым мектепке, мектеп жауапты менің баламның біліміне деп. Мен өзім енді Қазақстанда да жұмыс істеп көрдім, шетелде де жұмыс істеп көрдім. Ата-ана шетелде қалай айтады, прогрессивті. Ол тек қана мен енді жекеменшік мектепте істегесін, ол жерде ата-ана сұрайды. Мысалы бізде қазақстандық мектептер жасыратын не бар, көбі сұрайды жекеменшік мектептерде. Тамақтың сапасы, қаншалықты қауіпсіз орта, класста буллинг бар ма, жоқ па, сондай ортаны іздейді. Достарың кім, араласып жатқан қасындағы класстастарың кім, сыныптастарың кім деп соны сұрайды. Көбі ата-ана соған келеді. Тұрмыстық бір қажеттілігін жабу үшін дегендей, бірақ та о жақтағы ата-ананың ой пікірі өзгеше. Олар айтады, білім бізге ең бірінші, себебі нарық өте күшті дамыған ол жерде. Жұмысқа тұру өте қиын. Мысалы Вьетнам мемлекетінде айтайды, 18 миллион оқушы студент оқиды. Мектепке дейінгі, мектеп деңгейінде, университет деңгейінде 18 миллион. Олар мектеп бітіргеннен кейін нарыққа шығады. Өте қиын нарық, жұмысқа тұрудың өзі бір үлкен мәселе оларға. Сондықтан оларға ең басты талап бала білім алып шығу. Мемлекеттік мектеп болсын, жекеменшік мектеп болсын, ата-ана баладан сұрайды. Сен не оқыдың, не білдің, қандай біліммен барасың деген. Мен бір сұрақ қойыншы, енді ата-ананың жауапкершілігі бұл өз алдына бір үлкен мәселе, мысалы, ол шынымен де балаға әсер етеді. Бірақ енді бұл жерде мектептердің де жауапкершілігін ысырып қоюға болмайды. Енді өзіңіз халықаралық деңгейден тәжірибе жинаған мамансыз, өзіңіз де халықаралық деңгейдегі мектепті басқарып отырсыз, шынымен де біздегі Атыс жолы осындай үлкен мектептер, енді бұл жердегі білесіз, сапаны білесіз, бағаны білесіз, кез келген адамға қолжетімді емес, бұл жерге түсетін оқушыларға талапты да білесіз. Біздегі халықаралық деңгейдегі мектептер қаншалықты әлемдік стандартқа сай деп айта аламыз жалпы? Бізде халықаралық мектептің аттары көп, шыны керек, бірақ енді аты бар, заты жоқ емес па деген нәрсе бар. Сол аты бар, заты жоқ дегендер көбейіп кеткен сияқты біздің Қазақстанда, соңғы кезде атымен шығады, біз халықаралық мектеппіз, халықаралық жүйені құрып жатырмыз, халықаралық деңгейге барғымыз келеді деген өздерінің ынталары бар. Енді ынта жоқ деп айтпаймын, бар. Ішкі мотивациясы бар. Оны мектептің құрылтайшыларында бар, мектеп директорлерінде бар. Бірақ мен ана жақта жұмыс істеп көргесін, мен білем. Ол жерде халықаралық деңгей ерекше. Оның артықшылықтары да бар, кемшіліктер де бар. Бізде мысалға көп ойлайды, бір IELTS немесе SAT немесе бір бағдарламаны алып келсем халықаралық мектепке, соны енгізсем, халықаралық сертификат берсем, мен халықаралық мектеп боламын деп есептейді. Бірақ ол қате пікір. Мен өзім Вьетнамда істегенмен, бізде халықаралық бағдарлама ол кезде болды. Мен келгенде болды Кембридж халықаралық бағдарламасы деген. Бастауыш сыныптан, бірінші сыныптан 12-ші сыныпқа дейін. Бірақ біз өзімізді халықаралық мектеп деп аталған жоқпыз, себебі бірінші аккредитация өту керек болатын. Халықаралық аккредитация. Ол жерде тек қана оқудың сапасы, білім, бағалау емес, Кембридждің бағдарламасы қамтитын, немесе IB болсын, ол жерде 9 сала бар. Мен айтып отқан мектептің ұстанымы бар ма? Ұстанымда мысалға жаһандық азаматтықты біз қалай дамытамыз? Ол бір бөлек стандарт болып шығарылған.
иә, қандай азаматты тәрбиелейміз. Яғни біз өзіміздің Қазақстанда отырып, ертең біздің баламыз шетелге шықса, енді өз елінің былай айтқанда несі ғой, енді қазақтың бір өкілі дегенде, иә, шетелге шығып білім алып, өз мемлекеттің өкілі болып сол жерде білім алып қайтып келу. Мысалы сол стандарты бар. Жаһандық жаңағы азаматтық дамыту. Маман емес, адам тәрбиелеу. Иә, адам тәрбиелеу бірінші. Иә. Екінші мәселе, бұл жерде қауіпсіздік өте жақсы қаралған мемлекеттік халықаралық мектептерде. Мысалға ол жерде мен басында білген жоқпын ғой. Біздер енді мектепте Қазақстаннан келгесін, ол жерде мысалы келесің, жұмысқа орналасасың, саған мектептің әрбір маманына келген, мұғалім болсын, мектептің директоры болсын, орынбасары болсын, халықаралық педагогқа не береді, нұсқаулық береді. Сол нұсқаулықтың ішінде кәдімгі әр салаға не жазылған, стандарттар жазылған. Қандай біз талап етеміз біздің ұстаздан дегендей. Тек қана вьетнамдық ұстаз емес, сонымен қатар жаңа халықаралық, мысалы мен Қазақстаннан келсем, менен қандай талаптар болады, маған қойылатын қандай талаптар болады. Мысалға ол жерде қауіпсіздікке өте қатты көңіл бөледі. Жаңа кіреберістен бастап, мектептің табалдырығынан бастап, жаңа өзіміз антибуллинг дейді, жобасы бар, денсаулықты қалай, жаңа баланың тек қана тәртібі емес, сонымен қатар жаңа денсаулығын сақтау, қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сол жағы қарастырылған. Бізде енді өзін халықаралық біз деп атайтын мектептерде бар ма бұнда? Бізде мен байқаймын, мен өзім мектебімде оны енгізіп жатырмын. Толыққанды бар деп айта алмаймын, себебі мен білем, ол жобаны мысалға біз қауіпсіздікті қамтамасыз етудің өзі бір үлкен көп стандарттар. Мысалы мен сізге бір мысал ретінде айтайын. Мысалға бізде мектептің экскурсиялары бар ғой, мектептен тыс бір жобалар, іс-шаралар болады. Сол халықаралық мектептерде стандарт жазылған. Мысалға мен балаларды ойын сауықтыру орталығына апарсам, бассейнге апарсам, спорттық әртүрлі жобаларға, іс-шараларға апарсам, мен ол жерде қарауым керекпін. Ол жерде сол өтетін ойын сауықтыру орталығында қасында медициналық орталық бар ма? Емхана бар ма? Ертең ана баламен жаңа чек-лист дейді. Мен мектептен шығардың алдында балаларды, мысалы 100 бала болсын, бір сынып болсын, немесе бүкіл мектепті апарсам, сол жерде менде чек-лист болады. Яғни қолымда барлығы жазылған стандарттар. Мысалы сол жерде барғанда, ол жерде менің автобусым, мектептен келетін автобус қай жерге парковкаға тұрады, тұрақты орны бар ма? Соны қараймын. Сол жерден бастап кіретін жерге дейін мен есептеуім керекпін, қауіпсіз ба? Машинаға ағып кетпей ме, мотоциклға ағып кетпей ме, мопедқа ағып кетпей ме дегендей мәселелер қарастырылған. Сол жерде жаңа әр торға мен белгілеуім керекпін. Үтір нүктесіне дейін. Одан мен кірем, қараймын, бассейнге түсетін болса, ол күні балалар, иә, мысалы ойын сауықтыру орталығында, мен бассейннің жаңа судың сапасын қараймын. Аллергия жоқ па балаларда, бар ма? Сол жаңа медициналық карталарын қараймын. Одан енді Құдай сақтасын, бірдеме болып қалса, сол жерде қасында емхана бар ма? Ең жақын емхана 5 минуттық жерде болу керек. Иә, ол жерде мысалға әр стандарт қаралған. Яғни айтады, бізде риск менеджмент дейді. Сол риск менеджмент сол жерде сақталу керек. Мен барлығын сақтап, бізде мысалға көбі қалай апарасын, содан кейін ойлайсың, не болып қалады, жаңа мұғалімдерді апарасын, әрине, тәрбиешілерді апарасын, ұстаздарды апарасын, дежурный дейді ғой, барлығын апарып қоясың орын-орнына. Бірақ та соның өзінде де сенде чек-лист болады. Чек-листті өтіп барып қана сен тек рұқсат бересің балаларды мысалға мектептен тыс шығаруға. Сондай детальға дейін кішкентай үтір нүктесіне дейін қарайды мысалы халықаралық мектептерде. Мен мысалы Қазақстанда оны көрген жоқпын. Енді балаларды шығарамыз, полиция департаментіне жазамыз, автобусты сопровождение жасауға, иә, бірге мысалға сол жерге апаруға, бір театрға апарсақ, немесе циркке апарсақ деген бір жерлерге апарсақ, паркке апарсақ, мысалы біз қараймыз, иә, тек қана бір транспорт жағынан. Бірақ ол жерде қауіпсіздік қарайды. Мысалы жақын жерде не бар қауіпті, сол қауіптің бетін қалай аламыз, иә? Ол жерде жақын жерде бір балаға бірдеме болып қалса, емхана бар ма, кім апарады,
медбикелер бола ма қасында, жаңа енді дәрігер бола ма дегендей, сол мәселелер өте жақсы қаралған мысалға қауіпсіздік жағынан. Енді сапа, стандарт, жаңа қауіпсіздік деген нәрселерден бөлек тағы бір үлкен өзекті мәселе бар, ол баға деген, иә. Білесіз, енді біздегі халықаралық деңгейдегі осындай үлкен мектептердің, атышулы мектептердің бағасы арзан емес екенін өзіңіз жақсы білесіз. Тіпті 3 миллион, 4 миллион, 5 миллионға дейін барады, ол жылына есептеген кезде. Біз енді қоғамда мысалға қарапайым бір балабақшаға бір айына 40 мың теңгесі шулайтын, 40 мың теңге төлесе, соны кәдімгідей шулайтын ата-аналар бар, мысалы, оны ауыр қабылдайтын кісілер бар. Енді негізі біздің елдегі жағдайға қарасақ, экономикаға қарасақ, жалпы негізі норма деген баға қандай болу керек сіздің ойыңызша? Осылай үлкен деңгейдегі мектептер үшін. Енді қараңыз, баға жекеменшік мектептерде әртүрлі, себебі ол жерде қалай айтайын, бағдарламалар әртүрлі. Мысалы, халықаралық бағдарлама деп отырмыз ғой, IB, Кембридж болса, оның жыл сайын төлейтін өзінің бір несі бар, ақшасы бар. Ол бірінші лицензияға, жыл сайын лицензияға төлеп отырады. Ол жерде ұстаздарды оқытатын курстар бар. Оны бір бөлек төлейсіз. Яғни мұғалімнің жалақысы бар. Ол бір бөлек. Мысалы, 3 тілде сөйлейтін маман, 3 тілде сабақ беретін маманның жалақысы жоғары. Халықаралық мектептерде. Ол екінші мәселе. Жаңа айтып отқандай, қауіпсіздікті қамтамасыз ететін компаниялар болады. Оның ішінде тамақ, тамақты әзірлейтін компаниялар болады. Аутсорста жұмыс істейтін компаниялар көп. Ата-ана бұл жерде өзі таңдайды. Бар мысалы 40-50 мыңға мектептер бар. Ол жерде өзінің стандарттары бар, өзінің сапасы бар, мемлекеттік бағдарламасы бар, қосымша білім беру жүйесі бар, лективті курстар бола ма, мектептен тыс, мектептен кейінгі бір ұйымдары болады, кружоктары болады деген, сол жаққа ақша жұмсалады мысалға. Бірақ та мысалға одан да қымбат мектептер бар, мысалға 100-200 мыңның арасында. Оның өзінің бір бағдарламасы бар, ұсынатын нарыққа. Енді біздің мектепте мысалға біз халықаралық бағдарламаларды ұсынамыз. Біздің балалар мысалы таңнан кешке дейін сабақ оқиды, өзінің 4 мезгіл тамағы бар. Ол жерде тек қана білім алып қоймайды түске дейін, ол түстен кейінгі элективті курстар дейді, өзінің курстарын таңдайды оқушылар. Мысалы бастауыш мектеп, орта буындағы балалар, жоғары сыныптағы балалардың өзінің элективті курстары бар. Одан әрі мектеп сағат 4-4:30-да бітсе сабақтары, одан әрі қосымша сабақтары бар. Яғни ақылы сабақтары бар, ақысыз сабақтары бар. Сосын жекеменшік мектептерде мысалға күн сайын үй жұмысын жасатады. Яғни мұғалім қалады әр пәннің, қазақ тілі болсын, ағылшыны болсын, математикасы болсын, физика, химия, биологиясы болсын, сабақ біткеннен кейін 1 сағат сол үй жұмыстарын жасап, мұғалім келіп, сол жерге сыныпқа келіп, үй жұмыстарын жасатқызады. Яғни бала үйге кеткенде үй жұмыссыз, тек қайталауға бір тапсырмалар беретін бар, қайталайтын сабақтар. Сол жерде үй жұмыстарын жасап кетеді. Яғни таңнан кешке дейін оқып, білім алып, тамақтанып, қосымша курстарын алып, элективті курстарын алып, халықаралық бағдарламамен оқып, тек қана мемлекеттік бағдарлама емес, сонымен қатар ол жерде халықаралық әртүрлі пәндер өтеді, бағдарлама болады. Сондықтан оқу ақысы әртүрлі. Бізде енді білесіз, ұлттық бірыңғай тестілеу деген бар, мысалға елде оқитын оқушылар 11 жыл бойы жинаған өздерінің білімімен, жаңағы кейде өзіміз білеміз, елдегі университеттерге әрең түсіп жатады, мысалы, балдар жетпей қалады, аз нәтиже көрсетіп жатады. Ал енді осындай жеке меншік үлкен әлемдік деңгейде білім беретін мектепте оқыған оқушылар, бұлар әлемдік деңгейдегі университеттерге қиналмай түседі деп айта аламыз ба? Бұл сондайға даярлай ала ма? Соған қауқарлы ма біздегі елдегі мектептер? Негізі жаңа мектептер айтып отырмыз, жеке меншік мектептерде халықаралық бағдарлама болса, IB не Кембридж бағдарламасы болса, немесе қазір айтады, AP деген бар, SIT мысалы емтихандарына дайындайды кейбір мектептер бар, жеке меншік мектептер. Енді 100% бәрі түседі деп айта алмаймын. Баланың өзінің ынтасына байланысты. Енді біз ата-ана келеді мектепке, береді жеке меншік мектепке. Біз ата-анаға да балаға айтамыз, ынтаң болса оқисың, түсесің, дайындаймыз. Ынтаң болмаса өте қиын болады. Жаңа халықаралық деңгейдегі университеттерге түсу. Мүмкін ЕНТ мысалы біздің бірыңғай ұлттық тест бәріне бірдей болмас, көбі тапсырмайды, мысалы жеке меншік мектептерде, халықаралық мектептерде оқитын балалар көбі шетелге кетеді. 80% шетелдік университеттерді таңдап сол жаққа оқуға кетеді. Бірақ та оның барлығы бірдей тапсырады, бірдей оқиды, бірдей түседі деп айта алмаймын. Себебі біздің мектепке келген ата-ана мен оқушыға мен айтам, сізде ынта болса, себебі олар мектепке кіргенде тест болады, диагностикалық тест, яғни баланың білім деңгейін анықтаймыз.
ағылшын тілінде қаншалықты біледі, математикасын қаншалықты біледі, физика, химия, биологиясы болса қаншалықты біледі. Соны мысалға біз қараймыз жоғары сыныптарда келген баланы тесттен өткіземіз. Тестке өткізіп, сол балаға бағдарлама дайындаймыз. Ол бағдарлама 2 жыл оқиды, 3 жыл оқиды, 4 жыл оқыған бала жыл сайын енді біз жаңа есеп беріп отырамыз, ата-анаға айтамыз, сіздің балаңыз дайын мысалға халықаралық емтихан тапсыруға. Біздің өзімізде де солай, мектепте 20 бала, 25 баланы сыныпта бір дайындасақ, оның 10 баласы мысалға дайын болады. Шыны керек, бізде осы жыл бірінші жыл біз өзіміздің мемлекет халықаралық емтихан IGCSE, Кембридж IGCSE емтиханын біздің 9 сынып оқушылар тапсырған болатын. Яғни 20 баладан ең бірінші 10 бала сол емтиханды, енді 2 жылдық бағдарлама ғой былай айтқанда, сол 2 жылдық бағдарламаны IGCSE'де оқиды. 8-ші, 9-ші класста, немесе 9-ға келген бала 9-ші, 10-ші сыныпта оқиды. Оқып, 2 жылдық бағдарламадан кейін тапсырады ол емтиханды. Бірақ біз өзімізге эксперимент ретінде енді қарадық. Егер біздің 20 баладан 10 бала 50% дайын болса, неге оны тапсырмасқа? Жаңа әр ата-анамен кездестік. Айттық, сіздің балаңыз дайын осы жыл тапсыруға. Сіз тапсырып көріңіз. Біз дайындалайық соған, тапсыруға деп. 10 баланы тапсырғанда математикадан өте жоғары нәтиже алды. Яғни 3 алған бала жоқ, бәрі 4 пен 5-ке жазып шықты. Жаңағы A-стар дейді, A жұлдызша, A мысалға бағасымен бітірген балалар көп, сол емтихан тапсырған. Ағылшын тіліне мысалы бар енді ішінде C алған, B алған бағадан. Жаңа science дейді ғой, жаңа ғылым, биология, химия, физикадан тапсырды балалар. Ол жерде де A, B мысалға 5 пен 4 алған балалар өте көп. 10 баланың ішінде. Осы жылы мысалы ең бірінші болып біз нәтижемізді қаңтар айында алған болатынбыз. Қараша айында тапсырдық, 24 жылдың қараша айында біздің оқушылар сол 5 пәннен 5 түрлі емтиханды, Кембридж емтихасын ағылшын тілінде ең бірінші болып бізде тапсырды. Ол емтиханның қорытындыларын біздер бүкіл жауаптарын Кембриджге жібердік. Ол жақтан 2 айдай астам уақыттан кейін бізге нәтиже келіп, ең бірінші нәтижелеріміз алған болатынбыз. Яғни 100% балаларымыз тапсырды, өтті, сертификаттарын алды. Яғни ол балалар ертең A-level немесе басқа да колледж, университеттерге түсуге болады сол нәтижемен. Яғни 10 бала, қалған 10 баланы біз қазір дайындап жатырмыз. Яғни ең бірінші 10 баланы бірінші жыл, 2 жылдық курс қой, бірінші жыл тапсырып, басқа курсқа дайындап жатырмыз қазір A-level курсына. Ал мынау қалған тапсыра алмаған 10 баланы қазір енді осы мамыр айында емтихан басталады, соған дайындап жатырмыз. Сіздерде мынау мектепте фин тәсілі деген бар екен, одан кейін Кембридж бағдарламасы деген бар екен. Бұл енді қарап тұрсам, сұрайын дегенім, мысалы сіздерге түсетін оқушылар осындай бір шетелдік тәсілдерде, шетелдік бағдарламаларды меңгеріп кетуге қаншалықты дайын, немесе бұл шынымен де бір ең біздің елдегі мынау білім оқу бағдарламаларымен салыстырған кезде мүмкін жеңіл нәрсе ме осындай шетелдік дүние? Негізі бұл және қазақ тілінде оқытыла ма жалпы бұл не нәрсе? Қазақ, орыс тілінде негізі финдік тәсіл деп айтамыз. Біз финнің бағдарламасын алып жатқан жоқпыз. Яғни біз фин мектебі емес, біз былай айтқанда енді Қазақстанда тұрғасын, қазақтың енді азаматтары, оқушылар болғасын, біз қазақ, орыс тілінде жаңа фин жүйесінен біз әдіс тәсілдерді аламыз. Яғни зерттеу тәсілі бізде бар. Зерттеу тәсілі, сыни ойлау тәсілі, жаңа пет технологияларды, жаңа тәсілдерді аламыз. Соны біз бейімдеп біздің контекстке, мемлекеттік бағдарламаға сол жерде біздер қолданамыз. Мысалға класты қалай басқару керек, сыныпты. Ол жерде тиянақты жазылған фин бағдарламасында біз класты қалай басқарамыз, сыныпты басқару. Яғни біз ұстаздарға құрал береміз. Яғни тек қана білім емес, курстан оқытып, сонымен қатар мысалға оқу құралын береміз. Міне финнің мамандары, біздің мамандар, Қазақстанның мамандары үйрене алады. Мысалға біздер осы тамыз айында фин мемлекетінен, финдік мектептен бір директор шақыртқан болатынбыз. Ол кісі енді өз жүйесін жақсы білетін, әдіс тәсілді білетін, пет технологияларды білетін енді маманды. Ол кісі келді, бір жұма біздің бастауыш пен орта сыныптағы ұстаздарды оқытқан. Бір жұма жатып, сол мектептің ішінде таңнан кешке дейін оқу құралдарын дайындаған болатын. Бастауыш мектептерде қандай болу керек, сабақтың мысалы жоспарлау қандай болу керек. Мысалы бізде басқаша жоспарласа, оларда кішкене зерттеу тұрғысынан жоспарлайды. Мысалы біздер айтамыз ғой, 5 саусақ бірдей емес дейміз ғой. Оларда дифференциация, даралау, саралау деген өте жақсы дамыған. Мысалға олар айтады, біз міне классқа келдік, бір жұма көрдік, сабақ бердік,
бір енді әдіс тәсілім іске аспай жатыр, оны мен кішкене зерттеп қарауым керекпін, зерделеп қарауым керекпін. Яғни сол классқа, сол сыныпқа, сол топқа бейімдеуім керекпін әдіс тәсілін. Соны үйретеміз ұстаздарымызға. Көп нәрсені өттік сол кезде, тамыз айында мысалы бір жұма бойы үйреніп ол кісіден жаңа финдік әдіс тәсілдерді алып, фин бағдарламасы емес, яғни бағдарламадан біз әдіс тәсілдерді аламыз. Сол әдіс тәсілдерді біздің мемлекеттік бағдарламаға қалай қолдану керек екенін үйреткен болатынбыз. Сол бір несі. Кембридж енді ол бағдарлама. Енді 7-ші сыныптан береміз ғой Кембридж бағдарламасын. Сол жерде мысалға 7, 8, 9, 10 сыныптар бар қазіргі кезде. Сол жерде біздер кәдімгі Кембриджден бағдарлама жүктеп алып, біздің мемлекеттік бағдарламамен қараймыз. Қандай тақырыптар сәйкес келеді, қандай тақырыптар бізде жоқ, қандай дағдылар бізде бар біздің бағдарламада, қандай дағдылар оларда бар мысалға. Ол жерде экспериментке көп мысалға ғылымда, физика, химия, биологияда сайенс деп атады ғой. Ол жерде мысалға әдіс тәсілдер көпте тәжірибе жүргізуге, жаңа зерттеу тәжірибесін жүргізуге өте көп не берілген, құрал жабдықтар берілген. Біздің балалар жеңіл қабылдай ма? Біздің балалар енді қиын қабылдайды, оңай емес, себебі ағылшын тілінде беріледі, және өз тілінде, орыс тілінде, не қазақ тілінде беріледі де, сонымен қоса ағылшын тілінде таза беретін сыныптар бар. Мысалы 8-ден бастап 8, 9, 10-да біздер тек қана ағылшын тілінде сабақ жүргіземіз. Яғни Кембридж бағдарламасы ағылшын тілінде береміз. Яғни математикасы бар, тілі бар, ағылшын тілі, физика, химия, биология, бизнес деген бар, экономиканы ағылшынша білеміз. Сол жерде бүкіл жаңа информатика сабағы бар, ол жерде барлық ағылшын тілінде өтеді. Енді бұлай өзіңізге бір соңғы сұрақ болсын деп айтайыншы. Енді сіздің бір тәжірибеңізден алайық. Сіз енді Ұлыбританияда мысалға білім алған үлкен мамансыз былай айтқан кезде. Сіздің бір негізгі жұмысыңыз педагог, мысалы былай қарасаңыз ұстазсыз, мысалы елдегі білім саласына бір жаңа бір өзгерістер әкеліп үлес қосып жатырсыз. Мысалға 21-ші ғасыр дағдылары деген міне осындай 3 бөлімнен тұратын осындай үлкен кітап жарық көрді. Енді былай сұрақ сізге қояйын. Жалпы енді осындай жолда жүрем деген адам, елдің мына білім саласына өзімнің үлесімді қосам деген адам, сол елдің мысалы білімін дамытам, мысалы оқушыларды оятам деген сияқты көзқарасты ұстанып жүрген адам 21-ші ғасырдың адамы, 21-ші ғасырдың ұстазы нақты қандай болу керек? Нақты қандай бір құрбандықтарға дайын болу керек? Енді өз басымнан айтайын, мен жас ұстаз болдым, қазір енді жасым кішкене кеңес деп айтамыз ба, мүмкін бір ескертпе деп айтамыз ба, мысалы біздің елдегі олқылықтарға қарап бір айтасыз ба немесе? Мен қазіргі жас ұстаздарға, мына университет бітірген ұстаздарға айтарым, егер сіз өз пәніңізді, өз маманыңызды сүйсеңіз, ұстаз болам десеңіз, яғни көбі ойлайды, мысалы 2-3 жыл мен жұмыс жасаймын да, басқа мамандыққа көшемін, ауысамын деп, мысалы дипломды кішкене жұмыс жасап, басқа маман иесі болам деп жүргендер көп жас ұстаздар бар. Бірақ мен айтарым, ешқашан өз-өзіңді артқа тартпау керек. Яғни білем, өз бетімен оқу жақсы дағдысы болу керек. Яғни мен өзім егер өзім қазіргі, енді өзім 36-дамын, мысалға 10-15 жыл бұрын өзімді қарасам, сол кезде мен өзіме бір не қоятын, қалай айтайын, бір мақсат, талап. Яғни мен өз мамамның ең жақсы ұстазы, ең жақсы жағынан жаңа өз пәнімді жақсы білетін, тек қана өз пәнімді жаттап, жаңа ағылшын тіл пәні болса ағылшын тілін таза сөйлейтін маман емес, сонымен қатар дағдыларды білетін балаға үйрету керек қой, класста, сыныпта. Сол мұғалімнің өзінің дағдылары болады, өзінің бір категориялары болады, дамайым деген, соны мен ойладым. Сол кезде жас кезімде ойлайтын, мен неге мысалға қай жеріміз кем халықаралық ұстаздардан, мысалға ақш-тың ұстазынан, Ұлыбританияның ұстазынан, Канаданың ұстазынан, халықаралық ұстаздан қай жеріміз кем? Өзіміз өз бетімізше оқысақ, яғни бізде, наверное, өзімізде бір жалқаулық жібермейтін болар, шыны керек, Барға қанағатпыз, бізге береді, мысалы мемлекет кітап береді, оқулық береді, бағдарлама береді, соны оқимыз, түсінеміз, білеміз, қолданамыз. Бірақ оның ар жағында мысалға біздің мемлекетте қолданбайтын көптеген педтехнологиялар бар, педидеялар бар, әдіс тәсілдері бар. Соны іздену керек. Ізденісте жүрген ұстазда әрқашан мықты жақсы нәтиже болады деп ойлаймын сыныпта. Ізденісте, зерттеуде жүрген. Қазір айтады ғой, әр ұстаз өз тәжірибесін зерттеу керек деп. Сол зерттеуде, ізденісте жүрген талабы үлкен, сондай зор ұстаздар болса, олар көп нәтижеге жетеді деп ойлаймын.
өзіне талап қоятын ұстаз болса жоғары нәтижеге жетеді. Яғни талапты ұстазының бір өзінің еңбек жемісін көреді деп ойлаймын. Ұстаз оқушыға талап қоймастан бұрын сабағын жақсы оқы деп өзіне бірінші бастау керек. Ұстаз яғни өзінен бастау керек. Мысалға, оңай біреуге, мысалға біреудің баласына айтуға сен оқы, біл, жатта, түсін, қолдан деп, бірақ егер өз бетімен ұстаз оқымаса, мысалға мен жас ұстаз болғанда өзім әртүрлі оқудан өтетін, жаңа онлайн болсын, офлайн болсын, әйтеуір мектеп директорына айтатын, мені қалдырмаңыз, мен білгім келеді, біліктілігімді арттырғым келеді. Көп ізденісте жүрдім. Көп оқулықтарды оқыдым, жаңа магистратура деді, магистратураға бардым. Одан кейін Кембридждің әртүрлі курстары болды, онлайн, офлайн. Соған да қатыстым. Әр кезде өзім ізденісте жүрдім. Мектептің директоры бола тұра, жыл сайын өзіме 1-2 курс, әртүрлі курстарды оқып алам, шыны керек. Яғни мен бәрін білем деп айта алмаймын, мысалға директор ретінде, білмейтінім көп, білетінімнен білмейтінім көп. Сондықтан мен өзімде директор ретінде зерттеуде жүрмін. Мынаның осы 21 ғасыр жұмыс кітаптарын шығаруының бір нәтижесі, ол менің өзімнің ізденімпаздылығым. Яғни ізденісте жүрсем, шығармашылықта жүрсем, шығармашыл ұстаз болса, ол әрқашан бір нәтижеге, бір жобаға жетеді деп ойлаймын. Жақсы. Енді біздің де мынау STEM академияның бір дағдысы бар. Өзіңіз бүгін дағды туралы сөйлесіп отырмыз ғой. Келген қонақты құр қол қайтармаймыз, өзіміздің кәдесыйларымызды береміз, табыстаймыз деген сияқты. Өйткені сіз де керемет ойларыңызбен бөлісіп отырсыз, керемет пікірлеріңізді айтып отырсыз. Сол үшін де сізде құр қол қайтпасын деген мақсатпен. Рахмет. STEM академиясы ешқашан құр қол қалдырмайды да. Осы сыйлығымызбен бөлісек деп едік. Рахмет көп. Сізге де жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Шынымен де осы ерекше дағдыларды қалыптастыратын осы кітапты оқу арқылы мұғалімдер көп болсын, оқушылар көп болсын, соның нәтижесінде мынау елдегі мектептердің де мынау білім сапасы да, елдегі білім деңгейі де өсе берсін деген тілекті айтқымыз келеді. Сізге де рахмет, STEM академия көп рахмет қолдауларыңызға. Білім саласында енді жүрген үлкен бір озық компаниялардың бірі ғой. Енді қазіргі мектептерде технологияларының дамуы, робототехника болсын, STEM болсын, әртүрлі тек қана құрал жабдықтар емес, сонымен қатар осындай подкасттарды түсіріп, мысалға іс тәжірибені тарату. Яғни ұстаздарды шақыру, директорлерді шақыру, білім саласында жүрген әртүрлі сарапшыларды шақыру арқылы білім саласын өзіңіз айтқандай дамыту. Өте үлкен жұмыс деп ойлаймын. Жұмыс оңай емес, білім саласында жүрген. Қай компания болсын, мектеп болсын, мемлекеттік мектеп болсын, жекеменшік мектеп болсын, ол өзінің бір үлесін қосады деп ойлаймын білім саласын дамытуға. Сізге рахмет көп шақырғаныңызға. Енді аяқтай берсек те болатын шығар. Осымен бізде тәмам. Біздің әр шығарылымды өткізіп алмаңыздар, пікір қалдырыңыздар, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар, лайк басыңыздар. Жақсылықта жолыққанша.